Достар, сәлем. Бүгін сіздерге тауық етімен өте тойымды және оңай дайындалатын салат рецептін көрсетемін. Ең алдымен қызып тұрған табаға сұйық май құямыз. Кейін ұзын 4 бұрыш етіп туралған тауық етін орташа отта жақсы піскенше шамамен 4-5 минут қуыру керек. Еттің суы кішкене тартылғаннан кейін оған сарымсақ қосып, араластырып, тағы 1 минуттай қуырамыз. Енді соя соусын құйып, жақсылап араластырып, тағы 30 секундтай қуырып аламыз. Ал қазір жіңішкелеп туралған сәбізбен болгар бұрышын салып, барлығын араластырып, шамамен 2 минуттай қуырамыз. Соңында тұз бен дәмдеуіштерді қосып, тағы араластырып, 30 секунд отта ұстаймыз. Ал енді осыны терең ыдысқа саламыз. Үстінен әдемілеп туралған қызанақ пен қияр және кез келген ас көк қосып, барлығын араластырып аламыз. Мінеки достар, салат дайын, тәбетті ашатын, дастарханның көркін келтіретін, дәмі керемет және өте оңай және тез жасалатын салат. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.